Бүгін Pinduoduo сайтындағы товарлардың негізгі бағасын білу туралы үйретемін. Мына жерде шығып тұрған бағалар, олар жай анжин клиентті шақыратын бағалар. Мысалы, мына кепкаға кірейік. Кепканың негізгі бағасын 2,4 юан деп тұр. 2,4 юан. Мына қызылды басып, цветін таңдайық. Например, ақ цветті таңдадық. И төлемді нені басамыз. Негізгі бағасы енді осы жерде шығады. Мына қызылды басамыз бәстегі. 6,8 юан. 6,8 юан. Мына жердегі 3% ол комиссиясы. Ол приложенияның өзінің комиссиясын ұстайды. Мына жерге 6 сандық кодты тересіздер. Каспи номер ма, қандай Каспи ма, халық па, соның өздеріңіз ойлап тапқан 6 сандық тересіздер. Негізгі баға осы жерден шығады. Бүгін сіздерге ұнатқан затыңызды картинаға жинауды үйретемін. Мысалы, мына жерде көріп атып, ақшаң жетпейді деген болса, просто лайк басып картинаға жинап қойсаң, кейін бір аламын деген сияқты болады ғой. Сондайды қалай картинаға жинаймыз. Мысалы, бір затқа кіреміз. Міне, мен сіздерге алдыңғы сабақта да көрсеткем. Мына жердегі жүрекшенің суретін басасыздар. Жүрекшенің суретін басқаннан кейін ол картинаға не алады. Оны қай жерден көресіздер? Ол үшін кәдімгі басты бетке кіресіздер. И міне осы жерде міне сумочка сияқты тұр ғой, ортасында жүрекшесі бар. Соны басасыздар. Өздеріңізге ұнаған затты осы жерден көресіздер, жинаған заттарыңызды. И басып оплата жасап төлей бересіздер. Нешінші размер аяқ киім, нешеу керек, қай түсі керек. Осылай.